Орталық Қазақстандағы Алтын Орда кезеңінің ең тамаша көрнекті ескерткіштерінің бірі Болған ана кесенесі. Аңыз бойынша Болған ананы Алаша ханның келіні деп айтылса, келесі бір аңыздар осы жерде жоңғарлардың пайда болғанына дейін шамамен 15 ғасырдың басында Болған есімді билеуші әйел болғанын айтады. Ертедегі аңыз бойынша Болған ана жөнінде былай айтылады екен. Ерте заманда Түркістанда Талмас ата деген әулие кісі өмір сүріпті. Өзі керемет құсбегі екен. Оның бәйбішесі Болған ана, тоқалының аты Белең ана, кенже тоқалының аты Ақбикеш екен. Әулие Талмас ата өте ақылды болғандықтан 3 әйелін 3 жерге орналастырған екен. Кенже тоқалы Қаратау бойында болса керек. Сол жерден ертемен шығып, түсте Сарысудың Белең ана ауылына түстеніп, кешке қонуға Ұлытаудағы Болған анаға келеді екен. Бұл аңызды қазір Жетіқоңыр, Сарысу бойындағы бірен-саран ақсақалдар ғана біледі. Аңыз түбі ақиқат демекші, шындығында осы аталған қасиетті қорымдар Сарысу өзені бойын жағалай, одан әрі Бетпақтың даласына ауысады. Болған ана күмбезі Жезқазған қаласынан оңтүстігінде 40-45 шақырым жерде Сарысу өзенінің жағасында орналасқан. Бұл маңда бірнеше кесене бар. Болған ананың жұбайы Талмас атаның, Белең ананың молалары мен Жошықханның мазары орналасқан. Болған ананың моласы Жошықхан мазарынан 100 шақырым жерде орналасқан. Жазушы Мақұлбек Рысдәулеттің жазуынша, тарихи жазбаларда күмбездің сырты ақ түсті болған деген мәліметтер бар. Қазір ақ түсінен айырылып, күйдірілген қызыр кірпіші ғана қалған. Күмбез ескі, жөнделген жоқ. Кесененің қасбетіндегі аркалы порталды кірер аузының айналасы қуыстана қаланып, қабырғаның өрнегі ретінде жасалған. Порталдың ширек бұрышты бағаналары мен басқа қабырғалары түгел ақ түсті. Күйген кірпіштерде 20 шақты ру таңбасы бар. Күмбез туралы Шоқан Уәлиханов, Әлки Марғұлан зерттеген. Бұл маңда Қара кеңгір мен Сары кеңгір тоғысар Сарысу өзендерінің тұсында Болған ана мен Шыңғысханның екінші әйелі Құлан қатынның кесенелері тұр.